Сәлем достар, жақында Pinduoduo'da және Taobao'da әлемдегі ең танымал сатылым 11-11 өтеді. Pinduoduo интерфейсі уже өзгерді. Мына жерде 11-11 деп тұр және мына жерде де 11-11 деп тұр. Ал Taobao әлі өзгермеді. Алдағы уақытта ол да өзгерісін енгізеді. Alibaba Group әлемдегі ең жаппай сатылымға 11-11-ге дайындалуда. 11 қарашаның мәні неде деп сұрайсыздар, иә? Бастапқыда бұл күні День холостяков деп атап өтетін. Бірақ қалай болғанда да олар осы күнге онлайн дүкендерінде сатылымдарды өткізе бастады. Қазір бұл Қытайдың интернет дүкендерінде жылына бір рет 11 айдың 11 күнінде болатын ауқымды сатылым. Акциялар Қытайдың Taobao, Pinduoduo, AliExpress және басқа бөлек сауда орталықтарында өтеді. Қазіргі уақытта 11-11 күнін халықаралық сату күні деп айтуға болады. Өткен жылы Alibaba Group 24 сағаттың сатылымда 31 миллиард, ал сатушылар сатылымның алғашқы минутында 21 секундтың ішінде алғашқы миллиард доллар кіріс алды. 11-11 бұл өте тартымды бағамен қажет нәрсеңізді бәрін сатып алудың тамаша мүмкіндік және бюджетіңізді айтарлықтай үнемдей аласыздар. Қазіргі күннен бастап Taobao және Pinduoduo'ға өздеріңіз ұнаған товарларыңызды корзинаға немесе избранныйға салып қойыңыздар, иә? Сосын белгіленген күні товардың бағасын қалай өзгергенін қадағалаңыз. Әр позиция үшін сіз ауыстырылатын 2-3 товарды қарастыра аласыз. Қай товарға жеңілдік көп, соған тапсырыс беріңіз. Және Tmall дүкендерінде айтарлықтай жеңілдіктер болады. Tmall деген ол бренд киімдер сатылатын дүкен. Сіз әйгілі бренд товарлар, сондай-ақ өзіңіздің ұнайтын кез келген басқа заттарыңызды үлкен жеңілдіктермен сатып ала аласыз. Дәстүр бойынша сатылымға барлық Taobao дүкендері қатысады. Егер сіз оқу өтсеңіз, онда кіріп товарларды алдын ала дайындап корзинаға, избранныйға салып отырыңыз. Егер оқу өтпесеңіз, онда оқып үлгеріп алыңыз. Себебі қаншама скидкалардан қалып қоясыз. Оқыңыз келсе, онда маған WhatsApp-ма жазыңыз, немесе Instagram-ға жазыңыз.